Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай холодецтің жасалу жолын көрсетемін. Ешқандай желатині жоқ, артық қоспасы жоқ, нағыз пайдалы әрі кальцийге өте бай тағам. Сондықтан менімен бірге жасалу жолын үйреніңіздер. Бұл әсіресе үлкен кісілерімізге өте қатты ұнайды. Алдымен осындай малдың сирақтарын, басын барлығын ер адамдардың көмегімен істейміз. Өйткені олар үйітіп барлығын бізге бөлшектеп береді. Осыны енді біз жуамыз. Бірнеше рет жуамыз, 4 рет, 5 рет жуамыз. Осылай сымның көмегімен қырып, барлығын тазалап, майларын, артық еттерін, күйгендерін барлығын кесіп алып тастаймыз. Содан кейін осылай үлкен кастрюлемізге салып, қайнатып пісіреміз. Көпіргенше осылай езіліп пісіру керек. Сол уақытта біз чесноктарымызды ашып, дайындап қоямыз, теркадан өткізіп. Енді осылай езіліп пісірілген сирақтарымызды, басымызды ет тартқыштың көмегімен барлығын осылай өткіземіз. Және 2 дана пияз қосып бірге өткіземіз. Мінекей барлығын әзірлеп өткізіп қойдым. Және ашылған чесногымыз бар. Осының барлығын біркелкі өткізіп алып, енді жаңағы кастрюлеміздегі сорпасын басқа ыдысқа сүзіп аламыз да, дайын кастрюлемізді ішін жуып, қайтадан осы ет тартқыштан өткізілген еттерімізді саламыз және үстіне мінекей дайын сорпасын құямыз. Сорпасын бөліп аласыздар сүзіп. Сорпасын өлшеп құясыздар. Бетінен кішкене ғана асып тұру керек, өте қатты аспау керек, тек қана кішкене ғана асып, барлығын біркелкі ожаумен былғайсыздар және оттың астын кішкене басып қоясыздар. Үстіне тұзымызды, бұршымызды және чесногымызды салып, барлығын біркелкі араластырып тұрамыз. Бұл қайнаған уақытта жарты сағаттай қайнатамыз. Қайнаған уақытта барлығын былғап тұруымыз керек, өйткені ол жабысып қалуы мүмкін. Мінекей дайын болды. Енді осыны поднос сияқты жан жағы бүтеулі ыдысқа құямыз. Мінекей жан жағы бүтеулі ыдысқа құйып шығамыз, өйткені ол жанынан ағып кетпес үшін. Барлығын біркелкі етіп құйып шығасыздар. Мен 2 ыдысқа қойдым, кастрюльдегіні ауыстырдым басқа ыдысқа. Және оны бір күнге қатырамыз. Мен дейтін холодильникке қоюларыңызға болады. Сыйса, сыймаған жағдайда, үй жағдайында мен сыртқа қыстың күнінде сарайға қоюға болады. Біз сарайға қойып қатырдық. Мінекей осындай болып шықты. Енді оны бөлшектеп бөліп, целлофанға салып, морозильникке қоюларыңызға болады. Бұл бір жасағаннан көп болып шығады. Дәмі өте күшті болып шығады. Чесноктың, қара бұрыштың дәмі болады. Қонақтарыңызға қоюға өте дәмді әрі пайдалы тағам. Сондықтан жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, өте қиын емес, пайдалы әрі. Бұған ешқандай артық қоспа, ешқандай салма қосылмайды. Және холодильниктен, морозильниктен шығарған кезде бұл ешқандай массасын, осындай күйін жоғалтпайды. Сондықтан қорықпаңыздар. Жасап көріңіздер.